Зомби жайлаған өлім әкелетін вирус 6 жыл бойы таралған әлемде бір-біріне сүйенген ағалы қарындас қалайда аман қалып келеді. Олар жалғыз тұрған үлкен сарайда өмір сүретін. Бұл кез келгеннің қолынан келмейтін төзім мен тіршілік үшін күрестің үлгісі еді. Өйткені олар күн сайын адам елестетпейтін қауіптерге тап болатын. Жақында ғана жас жұп осы сарайға көлікпен келген болатын. Ағасы Джим сыртқа ойыншыққа ұқсайтын мылтықпен шыққанда, ер адам одан ата-аналары қайда екенін сұрады. Бірақ Джим үндемеді. Түнде Джим мен оның кішкене қарындасы барлық есік пен терезені бекітіп тастады. Себебі сыртта зомбиға ұқсайтын балалар үйге кірмек болып тұрған. Бір сәтте бәрі біткендей көрінді. Джим адал итіне иіс сездіріп, одан бір түрлі түрде растап алғандай болды. Сосын ол қарындасын көтеріп, қауіпсіз бөлмеге апарып ішке құлыптады. Ал төменгі қабатта жүрген жас жұп жақындап келе жатқан қатерден мүлде хабарсыз еді. Әйел жуынатын бөлмеге барған сәтте терезе сыртында бүкшиіп тұрған зомбилерді көріп, жарықты сөндіріп, жасырынуға тырысты. Бірақ кенет артындағы есік ашылып, жігіті Джек күдіктеніп қаруын суырып алды да, еденде қанға батып жатқан сүйіктісін көріп, қорқыныштан қатып қалды. Сол түні екеуі де опат болып, оқиғадан мүлде өшіп кетті. Ал Джим мен қарындасы ештеңе болмағандай күнделікті тірлігін жалғастыра берді. Келесі күні олар тағы да сыртта ойнап жүрді. Бұлардың үйіне бірінші рет бөтен адамдар кірмек болмағаны анық еді. Осы кезде ұзын шашты ер адам қарлы орманды жүріп өтіп, іздерін қуалап жүріп сарайға келді. Кенет оның алдынан кішкентай қыз шыға келді. Сол сәтте Джим оған тапанша бағыттап тұрған. Тексеру барысында ер адамның аты Адан екені, арнайы жасақта қызмет етіп, солтүстікке жоғалып кеткен әйелін іздеп бара жатқаны белгілі болды. Джим оның өзгеше екенін бірден байқады. Себебі Адан тамақ не дәрі сұрамады, тек өз қаруын қайтаруды өтінді. Сонда Джим мәміле ұсынды. Егер Адан сарайдағы электр қуатын қайта қосуға көмектессе, қаруын қайтарады. Адан ата-аналар жайлы сұрағанда, бұл жолы Джим шындықты айтты. Әкесі баярда жоғалған ғалым, ал анасы барлау қызметінің қызметкері. Бірнеше күн бұрын тапсырмаға кетіп, жақында оралу тиіс. Адан жұмыс істеп тұрған құрылғыға қарап тұрған сайын, жадында бір нәрселер қайта жаңғығандай болды. Кенет ол бүкіл сарай электрін жүгіру жолындағы генератор арқылы өндіріп тұрғанын біліп таңданды. Дәл сол кезде терезе сыртында бір зомби көрінді. Адан еш ойланбастан темір таяқ алды сыртқа жүгіріп шығып, оны өлтірді. Бірақ қанға боялып қайта оралғанда, Джим оған ашуланып айқай салды. Неге өлтірдің? Барлық әйнек оқ өткізбейтін. Қанша зомби келсе де үйді бұза алмайды деп. Ұрыс естісе де, Адан бауырлар үшін жанашырлық сезе бастады. Сондықтан өзі жүгіру жолына шығып, түн бойы тоқтаусыз жүгіріп, электр өндіруге тырысты. Тіпті әлсіреп құлақ қала жаздады. Бір кезде Джимнің қарындасы оған жақындап, айналып қарап, мұрнын тыжырып күліп, «Сенен жаман иіс шығады», деді де қаша жөнелді. Сол сәтте Адан дереу жуынатын бөлмеге барып, душ қабылдауға асықты. Көп ұзамай кішкентай қыз қайта келіп, Аданға шаш қыстырғыш сыйлады. Ал Джим таңертең ерте тұрып қарындасымен бірге әдеттегідей тұзақтарын тексеруге шықты. Өйткені бұл олардың басты қорған сәтісі еді. Сол күні тарда бір тірі зомби тұсаққа түскен болатын. Осы уақытта сарай ішінде Адан таңғасын ішіп, Джимнің анасына тиесілі жұмыс бөлмесін тауып алды. Үстел үстінде суреттер мен көлік кілті жатыр екен. Ол бірден гаражға жүгіріп барып, көліктің бұзылып жүрмейтінін көрді. Бұрыштағы шағын бөлмеге көзі түсіп, оны құрал сайман бөлмесі деп ойлап, ішке кірмек болды. Бірақ дәл сол сәтте сырттан қайтып келген Джим айғайлап, оған тоқта деп бұйырды. Бір күннен астам уақытты бірге өткізген соң, бауырлар Аданның жаман адам еместігіне сене бастады. Олар тіпті қауіпсіз бөлмеде ұйықтауды да қойды. Бірақ бәріне түсініксіз бір жағдай болды. Джим өз-өзін түнде кісендеп қоятын. Таң алдында Адан сырттағы аяқ дыбысынан оянып, Джим тағы да кешегі зомби тұзаққа кеткенін түсінді. Әлі ойланбастан Адан артынан барып, торда тұрған зомби Джимнің досы болуы мүмкін деп күдіктеніп, оны азат етпек болды. Бірақ Джим тағы да қаруын көтеріп, оған жол бермеді. Ашуланған Адан сарайға қайтып барып, Джим кіргізгісі келмеген бөлменің есігін бұзып ашты. Ішінде төсеніш, қабырғаларында балшыққа батқан тырнақ іздері бар еді. Бұл жерде бұрын зомби қамалғаны анық болатын. Аданның күдігі күшейе түсті. Осы кезде сырттан қозғалтқыш дауысы шығып, жаңа тірі қалғандар қолдарына қару ұстап, жаман ниетпен сарайды қоршады. Аданның қолында мылтығы жоқ болғандықтан, ол ештеңе істей алмады. Ал алыста таудан түсіп келе жатқан Джим бәрін көріп тұрды. Ал оның қарындасы екінші қабат терезесінен қол бұлғап, ағасын шақырды. Дәл сол кезде Адан кенеттен сыртқа атып шығып,
біреуді бірден өлтірді. Бұны көрген Джим жеңілдеп қалды. Үйдің барлық терезесі мен есігі жабық екенін байқаған басқалар қорқып, көліктеріне мініп қашып кетті. Осыдан кейін Джим Аданға толық сеніп, оның қаруын қайтарып берді. Бірақ Аданның ішінде бір түрлі сезім пайда болып, жақында бұл жерден кетуі керек екен түсінгендей болды. Түнде ол тағы да түс көріп, әйелінің жан шырылдаған дауысын естіді. Таңертең ол шешім қабылдады. Екі баланы өзімен бірге алып, жоғалып кеткен әйелін іздеуге шығу. Ол осылайша әрі екі бауырды қорғаймын, әрі өз міндетімді орындаймын деп ойлады. Бірақ Джим бірден қарсы болды. Ол анасының оралуын осы жерде күтетінін айтты. Сол сәтте далада шу шығып, кешегі қарақшылар күшейтілген топпен қайта оралып, Джимнің қарындасын ұстап алды. Екі жақта қару кезеніп тұрған кезде кенет алыстан атылған оқтар екі қарақшыны бірден құлатты. Адан сол сәтті пайдаланып, қызды құтқаруға ұмтылды. Оқ атқан адам Джимнің анасы Лена болып шықты. Ол жасырын агент еді. Бірақ сол мезетте Адан өзі де кеудесінен оқ тиіп құлап түсті. Уақыт қанша өткенін ешкім білмейді. Ол есін жиғанда жарасы таңғаларлық түрде жазылып кеткен. Ал өзі арқанмен байлаулы болып шықты. Сол кезде Лена шындықтың бетін ашты. Қарапайым жұқтырғандар ақылын жоғалтып, тек аштық пен шөлді ғана сезеді. Ал сирек кездесетін арнайы жұқтырғандар өз ақылын сақтап қана қоймай, зомби күшіне ие болады. Жылдам жара жазылады және ауруларға иммунитеті бар. Бірақ ауыр жарақаттан соң немесе көп уақыт өткенде олар есінен адасқан режимге түсіп, кәдімгі жынды зомбиге айналады. Адан шошып кетті. Өйткені өзі де сондайлардың бірі еді. Лена оның оқтан өлмегенін, кек есінен адасып барып, келесі күні қайта қалпына келгенін айтты. Ол тағы бір шындықты ашты. Джим де арнайы жұқтырған және жас жұпты өлтірген. Оның есінен адасқан түндерінің бірінде жасалған әрекет болатын. Сол үшін ол түнде өз-өзін кісендейтін. Ал есінен адасуын алдын ала болжау үшін Джимнің иті оның денесіндегі болар-болмас өзгерістерді иіс арқылы сезуге арнайы үйретілген еді. Лена бәріне ескерту жасады. Сол кезде Адан қабырғалары тырналған. Джим есінен адасқан түндерде қамалып отыратын бөлмені есіне алды. Дәл сол сәтте сырттан тағы да моторын естілді. Лена қызын құшағында көтеріп, қарулы топпен сөйлесуге шықты. Топта ақсақалды ер адам бастап келген екен. Ол Ленаны бұрыннан білетін, өйткені оның қызы бір жігітпен бірге қашып кеткендіктен, ол бүкіл отрядын жұмылдырып іздеп жүрген. Лена оларды көрсе, міндетті түрде хабарлаймын деп уәде берді. Осыдан кейін әлгі топ амалсыз кері қайтты. Түнде Адан жай ғана осы сарайдың шын мәнінде не екенін сұрады. Сонда Лена шындықты ашты. Ұлттық қауіпсіздік бюросы зомби вирусының таралу қаупін ерте сезіп, елсіз аймақтарда мыңдаған жасырын баспаналар салған екен. Әрбірі жоғары қауіпсіздікпен, мықты құрылысымен және автономды энергия жүйелерімен жабдықталған. Адан осы білім талай адамды құтқаралар еді деп мазасызданса да, Лена мұңлы үнмен өз отбасындағы шындықты айтты. Джим мен оның қарындасы туа біткен жүрек ауруымен дүниеге келген. Ал олардың әкесі зомби вирусын алғаш ашқан биолог Джим 3 жасқа да жетпей қайтыс болуы мүмкін екенін түсінгенде, ең соңғы үміт ретінде вируспен баласын өзі жұқтырған. Ғажайып түрде Джим арнайы жұқтырған болып өзгерді. Бірақ алғашқы есінен адасқан кейінде ол әкесіне тат беріп тістеп алған. Нәтижесінде әкесі ессіз зомбиға айналды. Ақыры Лена күйеуін өзі өлтіруге мәжбүр болған. Бұл оқиға Аданды қатты күйзелтті. Бірақ ол Ленаға деген құрметі одан сайын артты. Ол шағын отбасын сақтау үшін бәрін құрбан еткен еді. Біртіндеп Лена да Аданға сенім арта бастады. Бір күні Джиннің иті үріп, оның жағдайының нашарлағанын ескертті. Лена оны бөлмеге қамап тастады. Ал іштен шыққан жан түршігерлік айқайлар оның жүрегін қанжылатты. Бірақ амалы жоқ еді. Сол кезде Адан оның иығына қолын қойып, қасында күзетіп тұратынын айтты. Үйде ер адам барындағыдай демеу көрсетті. Алайда күтпеген жағдай болды. Сыртта ойнап жүрген Джимнің қарындасы кенеттен есінен танып құлады. Оның жүрек ауруы қайта ұстап қалған еді. Емдеудің ешқандай мүмкіндігі жоқ болатын. Адан Джим сияқты оған да вирус жұқтырып көруді ұсынды. Мүмкін тағы бір ғажайып болар деп. Бірақ Лена үзілді-кесілді қарсы болды. Джимнің тірі қалуы миллионнан бір мүмкіндік қана болған. Ал қыз бұл ауыртпалықты көтере алмайды. Ақыры бәрі қызды тыныштықпен соңғы сапарына шығарып салуға келіседі. Джим, Лена және Адан бірге оның соңғы рәсімін жасады. Одан кейін Адан кететін сәт келгенін сезді.
Джим мен Лена оны қалдыруға тырысса да, ол әйелі туралы үмітін үзбей, іздеуге қайта жолға шықты. Сарайда тыныштық орнап, Лена мен баласына жетімсіреген бос кеңістік мұң бот төгілді. Ал жақын маңдағы орманда ақ сақалды басшының адамдары бір кездері Джек жасырған көлікті тауып алды. Сөйтіп, қасірет уақыт өте келе, жай ғана әңгімеге айналады деген сөз тағы да рас болды. Бір кезде осы сарайды тартып алмақ болған жас жұптың тағдыры да солай белгісіздікке сіңіп кеткен еді. Белгілі болғандай, орманда жасырылған көлік ақ сақалды ер адамның қызыныкі. Осы үйге келген жас жұпқа тиесілі. Ал көлік табылған соң, ең жақын қауіпсіз баспана Лена тұрған үй еді. Сондықтан қарулы топ оны қайта тексеруге шешім қабылдады. Қызынды табамай деген үмітпен. Осы кезде қар үстінде ұйықтап жатқан Адан аяқ дыбысынан оянып сыртқа қарады. Қар үстіндегі көптеген іздер мен жаңа доңғалақ іздері тікелей Лена үйіне қарай кетіп бара жатқанын көріп, қатты алаңдады. Ол бірден жолға жүгіріп, сарайдың алыстан ақ қарулы топпен қоршалып қалғанын байқайды. Үй ішінде ақ сақалды басшы Ленаны өтірік айтты деп айыптады. Себебі оның адамдары үйден қызына тиесілі кішкентай бір зат тауып алған еді. Бұл қызының осында болғанның дәлелі болатын. Лена не айтарын білмей үнсіз қалды. Ал осы уақытта Адан байқатпай қоршаудан өтіп, ішке кіріп, ас үйде тығылып отырған кіші Джимді тапты. Жаудың санын бағалап алған соң, ол қаруын шығарды да, көлеңкені паналап, ажал перісі секілді күзетшілерді бір-бірлеп үнсіз жойып отырды. Ақыры негізгі залға жеткенде, бірнеше мылтық тікелей оның басына кезелді. Бірақ күтпеген нәрсе болды. Адан пышақты өз тамағына тағап, күрт кесіп жіберді. Бұл әрекеттен бүкіл топ шошып, сілейіп қалды. Ал Лена ғана оның не істемек болғанын түсінді де, Джимді дереу залдан алып шықты. Ол болжамдағандай, бірнеше секундтан кейін Адан толық, есінен адасқан режимге өтіп, Адан тоқтатқысыз күшке айналды. Ол бүкіл қарулы топты бір-бірлеп жойып шықты. Бірақ бұл жолы Лена оны алдын ала байлап үлгермегендіктен, өз ұлымен бірге қараңғылыққа қашуға мәжбүр болды. Аданның айқайы айналадағы мыңдаған зомбиді сарайға тарта бастады. Таң атқанда Адан есін жиып, сарайдың толық қирағанын көрді. Үстелдің үстінде Лена қалдырған хат жатты. Ол ұлымен бірге көлікті алып, солтүстікке кеткен, тағдыр жазса қайта кездесетіндерін жазған екен. Адан әлсіз жымиды. Ол кішкентай қарындастың сүйікті қуыршағын алып, арқасына байлады да, солтүстікке қарай жолға шықты. Осымен фильм аяқталады. Лайк басуды ұмытпаңыздар.